Қыздарымыз мықты болса, ұлтымыздың мақтанышы. Ұрпағымызды мықты қылып тәрбиелейтін иманды, ибалы, сондай аналарымыз емес пе? Мынау артымызда тұрған Сарыағаш медресе колледжінің қыздар оқитын жатақханасы. Бұл жерде 500 қыз жатып оқиды. Бұл Сарыағаш медресесінде жылдан жылға шәкірттер көбеюіне байланысты орындар шектеулі жетіспеуде. Сондықтан осы жатақхананы бастап кеттік. Барлықтарыңызды бір ауыздан көмекке шақырамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алланың алдында ең үлкен садақа білім алып жатқан шәкірттерге берген дейді. Сондықтан барлықтарыңызды көмекке шақырамыз. Бұл видеоны қарап өткізіп жіберуіңізге де болады. Немесе көмектесуіңізге де болады. Бірақ көмектессеңіз неткен бақытты адамсыз. Екі дүниеңізге де пайдалы. Ата-анаңыз өмірден өтіп кеткен болса, ол кісілерге де рухына барып тұрады. Келіңіздер. Елімізде осындай Орта Азияда ең үлкен медресе салынып жатқан кезде, жатақхана салынып жатқан кезде отырып қарап қалмай, келіңіздер. Жәрдем берейік.